Қайырлы таң оқушылар, математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер шығару. Балалар, логикалық есептер дегеніміз адамның жеке ойлау қабілетін жаттықтыратын және санау қажеттілігін қамтамасыз ететін өзіндік ой гимнастикасы екен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар сандық есептерді, құрамында әртүрлі сандары бар басқатырғыш есептерді ауыстырып қоюға және өлшеуге арналған логикалық есептерді зерттеу және шығару. Балалар, менімен бірге қайталаңыздар. Бүгінгі сабақтағы сіздердің алатын үйренетін мақсаттарыңыз. Мен санды басқатырғыларды шешуді үйренемін. Ендеше балалар, сабағымызды мына видеороликтен бастайық. Логикалық есептерді зерттеуді және шешуді үйренесің. Коллекционерде 6 монета бар. Оның біреуі жалған. Жалған монета жеңіл болады. Таразыға 2 рет өлшеу арқылы жалған монетаны қалай табуға болады? Қара, таразының 2 басы бар. Монеталарды таразының 2 басына бөліп саламыз. Сонда таразының әр басында 3 монетадан болады. Таразының жалған монетасы бар басы жоғары көтеріліп кетеді. Себебі жалған монета жеңіл болады. Таразының жоғары көтерілген басынан 3 монета аламыз. Және кез келген екеуін өлшейміз. Үшіншісін үстелде қалдырамыз. Егер таразының 2 басы тең тұрса, онда монеталардың массасы бірдей болғаны. Ендеше үстелде жатқан монета жалған. Егер таразының бір басы жоғары көтерілсе, онда жалған монета осы жағында болғаны. Біз жалған монетаны 2 рет өлшеу арқылы тауып алдық. Балалар, видеоролик көріп болсақ, ендеше осындай әртүрлі ойлауға арналған есептерді шығаруға болады екен. Ендеше солардың бірі сиқырлы шаршылар деген бірінші есепке қараймыз. Балалар, сиқырлы жасыл шаршыларды көріп тұрмыз ғой, иә? Әли мен Ая сол шаршылардағы есептерді қалай шығару керектігі жайында түсіндіргісі келіп отыр. Аяның есептеріне қараймыз. Аяның қасындағы шаршыларда 5 пен 1-дің қосындысының мәнін табу керек. Және 3 пен 4-дің қосындысының мәнін табу керек. Балалар, сандарды көлденеңінен қос дейді. Енді қараймыз. 5, 1, 6, 3, 4, 7 беріліп тұр, е? Ал енді ойланып қараңдаршы. 5 пен 1-дің қосындысы шынымен де нешеге тең екен? 6-ға тең екен. 3 пен 4-дің қосындысы 7-ге тең екен. Ал енді көлденеңінен шығарып көрейікші. 6 мен 7-ның қосындысы нешеге тең? 13-ге тең екен, иә балалар? Ал 4 пен 1-дің қосындысы 5-ге тең екен. Ал 3 пен 5-дің қосындысы 8-ге тең екен балалар. Шыққан қосынды сәйкес келуі тиіс дейді. Балалар, сиқырлы шаршылардағы есептерді құрастыруда олардың мәндері осылайша сәйкес келуі керек. Енді ән нұсқасына қараймыз. 0-дан 8-ге дейінгі сандардан сиқырлы шаршылар құрастыр дейді. Балалар, өздерін құрастырып көріңдерші. Және маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Енді келесі екінші жаттығуға өтейік. Дәптерімізді ашайық. 13 мамыр логикалық есептер шығару. Бос орындарға санын қой дейді балалар.
Ендеше бұл тапсырманы дәптерімізге жазайық. 9 пен 6-ның қосындысы нешеге тең екен, балалар? Жазамыз. 5 пен 3-тің қосындысы нешеге тең екен? Осы екі есептің мәнін жазып аламыз да, келесі басқа жолдарымен бос орындарды толтырамыз. Яғни 9 пен 6-ның қосындысы 15-ге тең, 5 пен 3-тің айырмасының мәні 2-ге тең. Енді екі мәнін бір-бірінен азайтайық. 15 пен 2-ні азайтқанда бізде 13 болады екен. 6 мен 3-ті қосқан кезде бізде 9 болады екен. Ал 9 пен 5-ті азайтқан кезде 4 болады екен, е? Дәл солай келесі бос орындарды, келесі кестелердегі бос орындарды өздерің толтырып дәптерге жазыңдар. Бұл екінші есепті орындап болғаннан кейін, балалар, келесі үшінші есепке қараймыз. Әр мәшине белгілі бір санды көрсетеді. Оның қай сан екенін анықта дейді. Балалар, бұл логикалық есепті өздерің шығара аласыңдар деп ойлаймын. Бұл есептің жауабында дәптерге жазамыз. Төртінші. Қай текшенің жазбасы көрсетілген? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Мұқият қарайықшы. Бұл есептің жауабын маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Балалар, ендеше болсақ, үй тапсырмасына 5-ші есепті аламыз. Өрнектер жазып, есептерді шығарамыз. А нұсқасында балалар жолда 9 бас қатырғыны шешіп, 12 теңдеу және 6 есеп шығарды дейді. Балалар, барлығы неше тапсырма орындады дейді. Келесі Ә нұсқасы. Математикалық турнирге әр қайсысында 4 баладан 6 команда қатысты. Турнирге барлығы неше бала қатысты? Б нұсқасы. Оқушы есептерді шығаруға 10 минут. Ал 4 теңдеудің әр қайсысын шешуге 2 минуттан жұмсады. Оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы қанша уақыт жұмсады? Балалар, бұл есептер шарт есептерге, сондықтан шартымен, шешуімен, жауабымен, сұрағымен барлығын мұқият жазып орындаймыз. Балалар, бұл есептердің соңында сендерге мына қосымша сергіту ретінде мына есепті бергім келіп отыр. Бұның жауабын үй жұмысының астына жаза қойыңдар. Фигурада барлығы неше үшбұрыш бар? Көріп тұрған фигураларыңда барлығы неше үшбұрыш бар екенін дәптерімізге жазамыз.